Қазір шабуылға ұшырап жатқан Иранның аумағында ежелде әлемді дүрліктірген Парсы патшалығы құрылды. Кир патша біздің заманымыздан бұрын 550 жылы Медия патшалығы мен Лидия патшалығын Вавилон қаласын басып алды. Кир патша Томирис бастаған сақтармен шайқасып қаза тапқан айтылады. Кейін Гамбис II мен Дарий патша империяның аумағын Балқан мен Египеттен Үндістанға дейін, қазіргі Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстанға дейін созды. Бірақ Дарий патша да сақтарды толық бағындыра алмаған. Дегенмен Парсы патшалығы үш құрлықтың жерлерін бағындырған алғашқы империя болды. Патшалық шарықтаған тұста мұнда 35 миллион адам тұрды. Парсы патшалары өздерін әлемнің патшасымыз деп санады. Мәселен, Дарий грек қалаларына елші жіберіп, мені патша деп мойындаңдар дейді. Бірақ гректер келіспейді. Біздің заманымыздан бұрын 490 жылы Дарий теңіз арқылы Грекияға жетіп, біраз аралды басып алады. Бірақ марафон шайқасында Афинадан жеңіледі. Гректермен жиі шайқастан Парсы патшалығы әлсірейді. Дарий патшаның ұрпақтары билік үшін бір-бірін қырады. Біздің заманымыздан бұрын 330 жылы Александр Македонский Парсы патшалығын талқандап жерін басып алды.